Мінеке әкімдікте Ысқақовтың ғимаратында кіреберісте кішкентай қуықтай тұрғаныма 2 сағаттан асып бара жатқан шығар. 2 сағат болайын деп жатқан шығар, білмеймін, өзім де шатастым. 3-ші күн тұрмын. Әлі жоқ. Ысқақов шықпайды. 1-ші орынбасары Олег Круг деген. Ол жедел ауылға кетіп қалыпты. Дүйсенбіде оның қабылдауында да жазылдым. Қабылдай ма жоқ па көреміз. Қабылдамаса, негізі хатшысы айтқан, осы дүйсенбіде қабылдайды деп. Қабылдамаса, ол қазақ тілін білмейді деген сөз, қазақ тіліне түкірді деген сөз. Сондай яты оның барды, биік лауазымды еленуге. Сол мінеке маған өтірік айту жалғасуда, қазақ тілін аяққа таптау жалғасуда, қазақ тілді адамдарды тұншықтырып, тілі арқылы ашу-ызасын тудырып, мінеке наразылықты одан сайын күшейтуде Ысқақов мырза. Отырмын мен мінеке. 3-ші күн мұнда әкімдікте отырмын. Қаладағы 2 сөзді көлікте жаттатқыза алмай, рұқсат бермей соған Ысқақов отырмын.